Мен ояндым. Сәлем барлықтарыңызға, қайырлы күн, қымбатты достар. Ұйқыдан тұра салып, бізде уже мұнда завтрак. Енді сағат бізде енді 12 болып жатыр. Сәтті күн болсын. Ура, ура, ура. Ал құтты болсын. 3 миллион оқырман болдық. Басынан бастап берейін. 2013 жылы Инстаграмға сентябрь айында кірдім. Ол кезде фото салатын, фотолар өтпейді, не лайк жоқ, не комментарий жоқ, не оқырман жоқ. Бір 57 оқырман бар болды. Короче, фотоларым өтпейді, онша емес, өзіме де ұнамайды, андай өзім толық болғаннан кейін фотоның кадрлары онша шықпайды. Өзіме ұнамайды, короче. Сөйтіп видео салып көрейінші дедім. Әшейін бір видео 11 па, 13 секунд па сондай еді видеолар. Сөйтіп бір видео салдым, тупой бір видео. Сол өтіп кетті. Астында комментарий да бар, лайк та бар, еще оқырман қосыла бастады. Сол күннен бастап мен тоқтамай тупой видеоларды жаудырдым. Оның көбісін енді удалить етіп тастадым. Негізі менде 6600 публикация болған. 6600 посты салғаннан кейін мен жаймен оларды өшіре бастадым. Андай өте тупой видеолар болды. Қазір оны тұрған жоқ, бірақ ол кезде вообще деген видеолар бұлай болды, короче. Соның бәрін өшіріп тастадым. Қарасаңыздар, уже 7 жыл 5 ай өтіп кетіпті. 7 жыл 5 айдан кейін біз 3 миллион оқырманға жеттік. Сіз бол, біз бірге жеттік. Біз бір отбасымыз. 7,5 жыл деп айтатын болсақ, осы уақыттың ішінде мен кәдімгідей сіздерге бауыр басып қалдым. Сіздерде андай видео салмасам іздейсіздер, сторис салмасам іздейсіздер. Мен өзім отырам, жатып бір демалып кездер болады ғой, демалып жатқан кезде. Мәңгі Инстаграмда мен іздеп жатқан шығар. Ана баяғыда бір мектептен кешігіп үйге келетін кезде ішімізден ойлайтын ғой, мәңгі мама мен іздеп жатқан шығар, өлтіреді ғой деп ше. Тура солай Инстаграмда оқырмандар мен іздеп жатқан шығар, мәңгі өлтіреді ғой кірмесе. Сіздер уайымдамасын деп бағанағы видеолар салып тұрамын. Видеом біреу өтеді, біреу өтпейді. Ол маңызды емес. Андай типа жюри болып отыратындар бар ғой. Соларға айтайын дегем. Видеоның қызық емес болу маңызды емес. Сол видеоны ұнататын, көретін аудитория бар. Егер сіз де видео түсіруді бастайтын болсаңыз, ешкімнің әңгімесіне мән бермеңіз. Түбінде сіз өзіңіздің стиліңізді шығарасыз. Ешкімді көрмейсіз, ешкімнің идеясын ұрламайсыз, өзіңіздің бөлек тың дүниеңізді шығарасыз. Қазір бәрі копировщик болып кетті, біреудің салған сала салады, біреудің айтқан айта салады. Сіз ондай болғыңыз келмесе, өзіңіз еңбектеніп, не істегіңіз келеді істеңіз, заңға қайшы болмасын және ұятсыз болмасын. Болды, қалған салам деген дүниені сала бер. Бір күні сол сен салып атқан дүние бір әдемі контентке айналып, оқырмандар өздері сені қолдап, көтеріп жіберетін болады. Сәттілік блогер болатындерге. Ал енді менің соңғы постымды көріп, астына комментарийіңізді қалдырыңыз. Бүгін 3 миллион болдық деп жар салып фотоны салдым. Соның астында құттықтауларыңызды күтем. Короче, Стамбулда тек қана себеппен ғана далаға шығасың. Просто так без причин шықпайсың. Біз екі-ақ себеппен шығамыз. Біріншісі сол Домоды Бриллиантқа киім алуға, екіншісі продукт алуға. Сол кейін нан алуға шықтым. Кстати, Домоды Бриллиантқа бүкіл киімдерді алып уже салып жібердік. Жаңа поступление уже болып жатыр. Барып көрсеңіздер болады. Енді мен қазір нампаннан шампунь алу керек. Шампунь! Сосын бұл жақтан да бір күшті бір пекарня бар, нандай. Күнде өшеден кеп, біз ыстық нан аламыз. Нандары тәтті кәдімде. Кайфуа дейді, еще нандай нәрселер алуға болады, нандай тәттілер алуға болады. В общем, күшті. Келіңіздер. Турцияға келгелі ең көп айтатын сөздерім мераба, teşekkür ederim, sıkıntı yok. Сосын bir tane. Нан аласың ғой, бір штук деген bir tane.
кыз келеді төгеді бізге ақа. Ал, қайырлы күн баршаларыңызға достар. Бүгінгі тренировкам осымен аяқталды. Барлықтарыңызға сәтті күн тілеймін. Тәтті күн тілеймін. Мәнді күн, сәнді күн, әнді күн болсын. Барлықтарыңызға сәттілік. Бүгін бір от души қаланы аралаймыз ба деп едік. Жаңбыр жауды ма, в общем, погода сондай болып тұр. Жақсы жаңалықтардан бастайын. Бүгін 4-5 менің атынан ашылған өтірік парақшаларды жапқыздық. Өңшең жас балалар мен жас қыздар екен. Және Шымкент қаласынан Аягөз есімді бір қызды тауып алдық. Ол қыз өтірік гиф өткізеді мен атынан. Ел жұртты алдап спонсор болыңыздар деп, типа мен атымнан, менің атымнан фан парақша ашып қойып, Елдос Колобок деген басқаша жазып болған, еще мен блокқа тығып тастаған. Сонымен ол қызды тауып алып WhatsApp-на шықсам, WhatsApp-тан мен жіберген аудионы тыңдап, өкінішке орай ол қыз мені блокировкаға салып тастаған. Міне мынау парақша Елдос андай нижний пробел Колобок деген басқаша жазған бәлемайым подписчигі бар. Ойындар өткізіп, ел жұрттың миын шерітіп, менің фото-видеоны салып, спокойно жүр ғой. Еще өзімкім прав деп ойлап тұр ол. Мен оның қыз екенін білген жоқпын. Ура! Аягөзбен сөйлестік. Аягөз мен кінәлі емеспін дейді. Оказывается, оның артында да адамдар бар екен, бірақ оны рас өтірігін әлі білмеймін. Қазір көрейік, не дейді екен, информация күтіп отырмын. Сосын мынау парақша тоже алаяқ, сенбеңіздер, пожалуйста, басайық. Міне, мынау парақша Елдос Колобок деп былайын жазып қойған, 215 подписчигі бар. Кәдімден елді алдап отырғанын қарасаңыздаршы. Өзінше менің бүкіл видео фотоларым салады еще. Осыған крестерді былайынан пожаловаться деп басасыз. Сосын это неуместный контент дейсіз. Содан кейін почему вы хотите пожаловаться дейді. Пожаловаться на аккаунт дегенді басасыз. Неге десе, выдача себя за другого человека дегенді басасыз. Моего знакомого дейсіз да, отправить. Мені алаяқтардың бәрі жақсы көреді екен ғой. Тағы да бір супер парақша шығыпты. Міне Елдос Колобок деп ашып алған. Бәріміз кіріп, пожалуйста басып, выдает себя за другого человека деп парақшасын жоққа жіберейік кешақтың. Мынау мал менен еще прикол ұстап ойнайын деп тұр ғой. Елдос Колобок дегенден былайынан ауыстырып қойған ғой. Ё-мо, қалай кетті? До конца мал қылайық, до конца. Ісім семен болады, ешек түбіңе жетем, мен сені ұстаймын әлі. Бағана 196 мың подписчиклар парақша атын ауыстырып тапты. Қайқа қашасын. До конца пожалуйста басыңдаршы. Міне мынау, пока менің фото-видеомды өшірмейінше, пожалуйста баса беріңдер. Жалпы менің атымнан қандай парақша көресіз, сразу пожаловаться и пожаловаться бастастаңыз болды. Менің парақшам біреу-ақ, Елдос, нижний пробел, Колобок. Басқа парақшаның бәрі жалған, өтірік. 3 миллион подписчигі бар парақшадан басқа парақша көресіз па, сразу пожаловаться басыңыз. Сразу отписаться етіп тастаңыз. Сол кезде олар түсінеді, бізбен ойнамау керек екен. Біз мықтымыз, до конца барамыз. Мен сіздерге сеніп отырмын, мен жалғыз өзім қолымнан келмейді, олар мен блокқа салып тастаған. Мұнан бәрі сіздер жіберіп отқан парақшалар. Кеттік, пожалуйста, басайық. Ешак тағы да атын ауыстырып тастаған ғой. Ей, топас, мен саған тіркеліп қойғам. 215 мың адамның ішінде мен тұрмын саған тіркеліп. До конца сен парақшаны жоқ қылғанша өстіп малыңды шығара берем. Пожалуйста, басайық. Мынау тағы да атын ауыстырыпты. Как-то так хуюма, сондай ауыстырып қойған. Қазір жазып қоям. Пока мен фото-видеоларым бәрін удалить етпегенше өстіп салып отырам түбіне жетіп. Пожалуйста, басайық. Кеттік! Айттым ғой, әйтеуір бір далаға шығам деп. Нан алуға шықтым. Үйге нампан алып, қайттан барам. Қыдыру-пыдыруымызды енді кейінге қалдыратын болдық. Пока жұмыс. Бұйыртса, бір жақсы жаңалығымыз бар. Жұмысқа қатысты. Оны мен де алдағы уақытта бөлісетін боламыз. Барлықтарыңызға рахмет, қолдауларыңызға, көмектеріңізге, қосып отқан үлестеріңізге. Стамбулда енді бұйыртса бір кісі келейін деп жатыр шаға. Сол кісі келгеннен кейін барып қыдырарымыз енді, қыдыратын жерлерге. Пока шаруаларымызды бітіріп алайық ол кісі келгенше. Ал картоп жаруға қатысты сұрақтарыңызға жауабым, картоп жару бұйыртса келесі аптада дайын болыңыздар. Енді мен Түркия елінде болғандықтан тек қана ақшалай сыйлықтар жасайтын болам. Но бірақ там сумма большая. Менің бір түсінгенім андай үлкен супермаркеттер кіргенде дәу бір коляскалар болады ғой, кәшетіп жүретін. Сонымен жүрген кезде мен сол толғанша жүре береді екем. Соны түсініп, бұл жолын андай алдым кішкентайын. Кішігірім ғана покупка істеймін болды.
позор, ё-моё. Өзім ше болып ана заттарды алып, корзинаны толтырып, кассаға барған кезде есіме түсті ғой. Ақшам жетпейтіні. Сөйтіп заттардың жартысын қалдырып, жартысын алып баратырмын. Позор. В общем, Стамбулда өстіп жаяу жүріп ақ асып кететін сияқтысың. Көшелер мынандайға короче. Жоғары көтерілесің, анда төмен түсесің. Төмен түсуден проблема жоқ енді. Жоғары көтерілгенде ойбай болып кетесің ғой. Араларыңызда мен сияқтылар бар ма? Телефон зарядкасыз отырайын деп тұрды, 3% қалды. Тұрып, ана зарядкаға баруға ерініп тұрмын да. Абрака зарядка отырып, телефон өшіп қалса, 1000-мен жүгіресің. Сен де сондайсың ба? Так, сегодня на ужин курица с лапшой и клубничка. Жонышканы көрсетуге болмайды, қол тұр, міне болды. Ауырып тұр кішкене. И чай қазір. Сәлем саған туған ел, қайырлы күн достар. Барлықтарыңызға жалынды сәлем. Мен сағат 8:30-да ұйқыдан тұрғанмын. Қазір бізде сағат 10 болды. Барлықтарыңызға бүгін сәтті күн тілеймін. Ұйқыдан тұрдым, короче, душқа түстім. Одан кейін барып көзге тамызатын дәрілерімді тамыздым, шайымды іштім, айнаға қарадым, шашымды тарадым, көңіл күйім көтеріңкі. Енді